бірақ Саят Мерекеұлының өмірі мен шығармашылығын алып қарағанда не сағындырады, не мұңайтады? Пендеміз. Алдануым көп бүгінгі таңда, бірақ дейсің де қоясың енді. Алдағанға оны алданған өзің кінәлісің. Бұлай салыстырып кеп қараған кезде ненің озғанын, ненің тозғанын байқаймыз. Жауапкершілік жағы кемшін. Кемсіп жатады, соған қардың ашады. Қазақтың маңдайына келсаппен де шоқпармен ұрғандай да зиян. Қазақ атты өлінде азғана қалыппыз бүгінгі таңда. Осындай істейтін ел басқарып отырған, тізгінде отырған ағаларға не айтуға болады? Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген Нұрекеев. Мына қазынаға келген ақша қайда жұмсалып жатыр, соның есебі болмаушы ма еді? Айналайын ау қалың құмның ортасында жатқан құлсарыны суалған деген сұмдық емес пе? Қайырлы күн, аса қадірлі құрметті көрермен. Бүгін Қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кино және театр майталманы біздің аяулы ағамыз Саят Мерекеұлы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Аға, енді ұзақ уақыттан бері біз осы үлкендердің алдынан, үлкендердің кәдімгідей сен түрімен атайын алдымыздағы аға толқын ағалардың жақсы иірімді тұшымды сөзін тыңдаған сайын көңіл көкжиегіміз өсіп, біраз жерге келдік десек те болады. Бірақ Саят Мерекеұлының өмірі мен шығармашылығын алып қарағанда не сағындырады, не мұңайтады? Содан бастасақ әңгімені. Енді Жасыл бауырымна сұхбатқа шақырғаныңа рахмет, алғысым шексіз. Енді өнер деген дүниенің кәсіптің соңына шырақ алып түскеніме, менің осы жылдың қазан айында, дәлірек айтсам қазанның 9-ында 57 жыл болады екен. Енді біз кешегі кеңестік дәуірде тәрбие көріп, сол заманда дүние есігін ашқан ұрпақпыз. Бүгінгі таңда Жетісу облысы, ол кезде Талдықорған облысы, Асу ауданының Алғабас дейтін колхозында дүниеге келіппін. Қазір мен туған жерде ауылдың орны жатыр, ауылдың өзі жоқ. Бірақ кіндік маған қай жерде тамғанын білем. Енді содан бері қарай осы өнердің соңында келе жатқан дүние, өнерде шешкенасын жерге қоятын марқұм бақилық болып кетті, шеге елі қойып дейтін ағамыз болған. Енді отбасылық ансамбльмен осы қазақ жұртшылығына танымал. Сол кісі өнер базар театрын ашып, 67 жылы мектеп бітіргеннен кейін жаңағы қазанның 9 күні сол кісінің алдынан өтіп, домбырамен күй тартып, ән айтып деген сияқты жұмысқа қабылданған. Содан 68-де қазіргі Тараз, бұрынғы Жамбыл қаласындағы мәдени ағарту училищесінің театр бөліміне барып оқуға түстім. Соны арада әскери қызмет бар, борыш өтеу. 73-ші жылы бітірдім. Енді о заманда кеңестік дәуірде әскерге бармаған адам ер азамат болып саналмайтын. Достарым ауылда бірге жүріп, асықты бірге ойнаған, ләңгіні бірге тепкен, бірге өскен достарым әскерден келіп жатыр. Мені жаңағы военкоматқа отношение жазып, қатынас қағаз жазып, алып қала береді. Содан ол военком Халилов деген татар екен, 4 бақ келген полковник. Сол кісіге кіріп, мен әскерге барғым келеді. Сонымен әскерге сұранып кеттім. Енді 2 жыл 731 күнге бір 3,5 сағаттай ғана уақыт жетпейді. Әскерде болғаным, Семейдің Жамбылдан кетіп, Семейдің полигонына түстім. Сол жерде әскери борышты өтіп, келіп, оқуымды аяқтап,
73 жылы Москваның Щепкин атындағы жоғары театр училищесінің актерлік факультетіне оқуға түсіп, 5 жылдан кейін 1978 жылы жаңағы драма және киноактер деген мамандық бойынша қолымызға диплом алып шықтық. Енді ол кезде жолдамамен жаңағы жібереді. Оқу бітіргеннен кейін Торғай облысының орталығы Арқалық қаласындағы кейін Серке Қожамқұлов атындағы театрға жұмысқа бардық. Ол жерде ұжыммен жұмыс істедік. Енді алдында бітірген Щепкиннің 78 жылы бітірген азаматтарменен жаңағы кейін келіп біз қосылдық. Алға қойған мақсат, мүдде бір. Ол кезде Торғай театры деген дүркіреп тұрды Қазақстан бойынша. Себебі телевидение болмаса, радио болмаса, басқа дүние алаңдайтын ештеңе жоқ. Тек қана театрдағы жұмыс. Содан кейін Мәскеуде дәріс алып жүрген кезде бізді ұстаздарымыз жаңағы жарты ай сияқты орындыққа отырғызып қойып, дегенде жаңағы этюд деген дүниеден басталады. Соған қарап отырып, қай жерінен қате кетті, жасап жатқан баланың қай жерінен қателік жіберді деген сияқты бір-бірімізге сын көзбен қарауды үйреткен. Жаңағы қазақ айтады ғой, сын түзелмей, мін түзелмейді. Сол тәрбиемен өскен Торғай театрының жаңағы дүркіреп биікке көтерілуіне де бірден бір себепкер ұжымның бір үйдің баласындай болып алға қойған мақсатта мүддесінде бір спектакльді шығару, халыққа ұсыну жоғары деңгейде. Осы үшін жан аямай жаңағы тер төгіп жұмыс істедік. Бүкіл ұжым болып, жалғыз режиссер ғана емес. Сондықтан жаңағы енді театр жоғары дәрежеде көрінді. Мына Саят аға, бала арман, бала қиял адамның мәңгілік сағынышының бір символы секілді. Мысалы, мен кеше сізбен біздің тағдырымызға, екшеп балалық тағдырымызға қарасақ, кішкене ұқсастық бар екен аға. Сізде малсақ болмағасыз, үлкен кісі, енді ол кездегі шопандар, ол кездегі совет кезіндегі өмір, қарапайым қазақтың ауылындағы қарадомбалық балаларға дейін барлығын жұмысқа салып жегіп өсірді ғой, соғыстан кейінгі туған ұрпақты. Сонда сіздің әрине ол қара тану, мал тану, өмірге араласу өзіңіздің өн бойыңызда болмағанмен, осы өнерге деген құлшыныс соның бір айғақ іспеттес талпынған бала күннен. Осы құштарлықты немен түсіндіруге болады? Онда айтып берейін. Ауылды істік қой. Жаңағы қар кеткеннен қар түскенше бір ғана өзгермейтін не болады ғой? Бұтымызда қарадан бал. Соны біздің совхоз 3 бөлімшеден тұрады. Ағарту, Киров, жаңағы Бақалы. Бақалы совхоз орталығы. Соның Кировке қырғыз театры келді, халық театры. Ол кезде аралап жүретін ауыл-ауылды жаңағы. Сонда Палу түркі дейді мәшіне, сонымен барып ауылдан әйтеу ілесіп мінгесіп барып баламын. Сонда ойын көрдім. Спектакль жаңағы ілген задник дейміз, енді декорация. Таудың суреті, көрінісі мүлде бөлек. Сосын енді жаңағы төменнен жарық қойып қойған. Сонда жаңағы бас кейіпкерді, герой дейміз ғой, ойнайды оны. Азаматтың маңдайындағы 4 қасқасы темірмен қапталған екен. Енді жаңағы бала енді сөйлеген сөзін бірін түсінесің, бірін түсінбейсің. Бірақ жаңағына сахнаға деген сүйіспеншілік, сахнаға деген махаббат сол жаңағы бас кейіпкердің жаңағы жасаған іс-әрекеттерінен көрсеткен өнерінен туындады деймін өзім. Содан бастап жаңағы әртіс болам деген дүние өнер жолына түсем деген. Енді марқұм әкем жетімдер үйінде тәрбиеленген, жетім өскен азамат, мұғалім болады ғой, ұстаз, оқу ағартушының үздігі. Енді
коммунистік партияның мүшесі, ол кісі бала кезден мына бүгінгі тілмен айтқанда құйғаны тіліп миға құйған дүние, балам өтірік айтпа, жүзің төмен болады. Біреуге қиянат жасама, біреудің ала жібін аттама, қолыңнан келсе қайыр жаса, адамнан қайтпаса Алладан қайтады. Мына 70 пәленбайға келген жас бар, әлі осы тәрбиемен келе жатқан пендеміз. Алдануым көп бүгінгі таңда, бірақ дейсің де қоясың енді. Алдағанға оны алданған өзің кінәлісің. Оны алдап кеткен адамды кінәлап қажеті қанша. Мысалы. Сонымен енді балалық шақ өсті 61-ші жылы соғыстан кейінгі қазақтың баласының енді ғана аузы аққа тиіп, қызылға тиіп кішкене еңсесі тіктеліп келе жатқанда жаңағы орталық комитеттің генеральный секретарь дейді ғой, Хрущев бір ғана қол қойған қағазымен қазақтың алдындағы малын сыпырып алды. Бір үйге 5 қой, 1 сиыр, не 5 қой, 1 жылқы деген бұйрықпенен малды сыпырып алды. Апарып құйрық жолы төгілген жуас сүтті қара биеміз болған. Ауылдың ақсақалдары, сол кездегі үлкендер аяқтарында саптамы, етік, бастарында жаңағы тақияның сыртынан жаңағы біреуінде бөрік, біреуінде тымақ киіп алған бешпет, оны белінен байлап алған жаңағы құшақпен, белбеумен. Үстерінде оның сыртында шапан келіп отырып, анам марқұм жаңағы нан турап, бізде тегене дейді, бір жерде леген дейді жаңағы. Сонымен алып кеп, қымыз сапырып, үлкен кісілерге қымызын құйып жаңағы. Үлкендер батасын беріп кетуші еді, қарағым, үшкен, қосағымен қосағар, бала жағыңның қысығын көр деп. Сол анашым жаңағы 7 баланың ғана анасы емес, елдің, ауылдың анасы болды. Ол кісі той етпейді ғой. 91 жасқа келгенде бақилық болды. Жалпы сол үлкен абыз аналарымыздың мына әсіресе сіздің мысалаға жадыңызға таңғалмайтын пенде жоқ. Ай, күн, дата, жыл, уақыт, нөсер, жаңбыр әр уақыттың өзін тиісті символыменен қоса отырып атап айтқан кезде қайран қаламыз. Бірақ осы бір болмыс тұла бойыңызға сіңген қасиет анадан десек артық айтқандығымыз емес шығар? Қате болмайды ау. Себебі әкем марқұм пенсияға шыққаннан кейін көп ұзамай бақилық болып кетті. Ал енді анам жадында сақтау қабілеті ерекше жан еді. Шешен, сөзге шешен болатын анашым. Енді коммунистік партияның кезі баяғыда ауылдағы интеллигенция дейді ғой баяғыдан. Әділбек деген парторг болды, солар келіп үйде отырып жаңағы шай-пай ішіп, қарт ойнап кішкене неғып отырғанда қалжыңдап, анама 1-2 сөз айтатұғым болса, анам жай кіріп шығып жүріп қана жаңағы әзілмен жауап қайтарып, ойбай түкі, жаздым, жаңылдым деген дүниесін талай естігем бала кезден. Енді анам марқұм ата-анадан жалғыз емес, 4 ағасы бірдей Ұлы Отан соғысына кетіп қайтпаған. 2 ағасынан ұрпақ қалды. Бүгінгі таңда ол кісілерде бақилық болып кетті. Ал 2 ағасынан мүлде ұрпақ қалған жоқ. Кейде бір үйде отырғанда ағалар есіне түсе ме, кірсем ойланып жаңағы, көзіне жас іркіліп отырады. Тәтеу не болды деп жаңағы жанына барсам айналдым сайын. Ағаларым есіме түсіп отыр. Сол 4-еуі тірі болатұғым болса, менің бүгінгі күнім қандай болар деп соны ойлап отырмын. Саян деп жаңағы анам марқұм. Енді 2 ағасынан қара қағаз келген, 2 ағасынан мүлде хабар жоқ. Мысалы соғыстан. Енді сөйткен ұрпақ енді 61-де жаңа колхоз совхоз болды, қант қызылшасы деген дүние келді. Ол сол сәуірдің аяғында себілетті. Мамырдың башында бит-бит қылтиып шығады жер бетіне. Соны ауылдың еңкейген кәрісімен еңбектеген жастың бәрі сол далада еңбектеп кетеді жаңағы, сирету дейді. Содан кейін бала кезден қолымызға кетпен алып жұмыс істеп өстік.
Иә. Жұмыспен бала кезден одан кемдік көрген жоқпыз. Одан кем болған жоқпыз. Не десең ендегі адамды адам еткен еңбек дейді ғой, қазақ. Анау Чарльз Дарвин дегенде біздің жаңағы пәленбай уақыт осы енді адамды маймылдан жаратылды деп жаңағы заулатып соған құдайдай сеніп келдік қой. Сондықтан бала кезден еңбекпен өстік. Одан кем, одан құр болған жоқпыз. Иә. Мына аға енді қазір сол үлкендердің ақ батасы дарыған, ақ тілеулі ұл қыздары болып өскеннен кейін бір үйден алтын құрсақты анамыз тәрбиеледі ғой. Байқап барлап отырсақ, сіз өскен ауыл енді ол қазақтың маңдайға біткен игі жақсылардың туған жері, туған топырағы. Енді сол ауылдан өсіп өніп, мынау қасиетті Қара Шаңырақ Әкем театрға келгеннен кейін талай игі жақсылардың алдынан өттіңіздер, олардың ойынына куә болдыңыздар, олардың әңгімесіне, құлақ құрыштарыңыз қанды дегендей. Сіз атап айтарлық өміріңізге, өзіңізге ұстаз боларлық бір-екі ағапаларымыздың жадыңызда қалған бір-екі естеліктер болса? Әрине. Мен осы театрдың іргетасын қалаған Қапан ағамменен, Бадыровпенен, Қазақстанның халық әртісі. Сахнада жаңағы серіктес болып, сахнаға бірге шыққаныма өзімді бақытты санайтын пенденің бірімін. Содан кейінгі жерде жаңағы Сәбир апам, Майханова, Шолпан апай, Жандарбекова, Хадиша апам, Бөкеева мысалы, Фарид апай, Бикен апам, сол кісілерменен әріптес болып, сахнада бірге ойнап, Бикен апамның жазған Қосмұқ деген спектаклінде Шолпан апай екеуі ойнайды, құрбыларды. Мен сол кісілерге жаңағы кемпір қайтыс болып кеткен сөз айтатұғын Ахат деген шалды ойнаймын. Иә. Енді менің аналарым құралпас қой, ол кісілер. Енді сол кісілермен жаңағы енді сахнада әріптес болып бірге ойнадым. Оған өзімді бақыттымын деп санаймын. Мысалы, Сәбір апам аналық жүрегі, аналық пейілі. Мына қазақтың кең сахрасындағы тіршілік етіп жүрген жұмырбас пенделердің бір құшағынан сиятын ол кісінің. Ол кісінің мейірі деген соның бәріне де жетеді. Бәріне де жетеді. Жан жайсаң ерекше жан болады. Сәбір апам, гастрольдік сапарда бірге жүрдік. Жаңағы бөлек, мейірімі де аналық, жүрегі де кең. Сосын ол кездегі жалпы біздің халықтың бір-біріне деген ықыласы, бір-біріне деген пейілі, бір-біріне деген ниеті бөлек болады. Бүгінгідей емес. Бүгін ассалаумағалейкум өзі сатылған заман ғой. Иә. Ондай емес. Ол кезде мүлде бөлек. Мысалы, 89 жылы Ташкентте бір ай гастрольдік сапарда болдық. Содан бір айдан кейін Қарағандының Қарқаралы жаңағы Егіндібұлақ екі ауданына гастрольдік сапарға кеттік. Бикен апам бар, марқұм Хабиб апам бар, Жүсекеңнің бәйбішесі. 101 жастан асып бақилық болды Хабиб апам. Сон самолетпен барып ұшып түстік. Ташкентте деген күн жанып тұр, Қарағандыда қақап тұр. Содан жаңағы гастрольде жүрміз. Сон Қарқаралының Құдай есімен жалындырмаса Фрунзе деген совхозында жаңағы енді дастархан жайып, бір совхоз шығарып салады, орта жолға деген бұлақтың басында дастархан жайып, екінші совхоз қарсы алып жатады жаңағы балқаймағына дейін қой балдыға мүлде бөлек, енді қазығарда жалжай мүлде бөлек дүние ғой бәрі. Халықтың ықыласы, ниеті пейілі, ауылдың совхоздың басшылары, Портор, Грабашком, жаңағы сельсоветтің председатель деген сияқты совхоз директоры жандары қалмай. Соны кешкі ойыннан кейін марқұм театрымыздың оркестрдің бас дирижері болып еді, Сағынғали Көпшік деген ағамыз. Сол жүріңдер деп ақш екеумізді ертіп, Хабиб апам, жаңағы Бикен апай отырған марқұм халық әртісі Әшірәлі Кенжеев, оның халық әртісі Торғын Тасбеков жұбайы. Содан кейін Сағынғали отырды да ертіп алғаннан кейін бізде барып жанына отырып алдық. Содан гастрольге бірге барған 4 қыз,
енді 89-дан бері қарай мінекей 35 жыл өтті ме? Иә. Сол кезде қазіргі мына өзімізбен бірге істеп жүрген Шамшагүл Меңдиярова, Бота Сұлтанбердиева, Тынышкүл, содан кейін Гүлнар Иралиева, содан Сәлима марқұм Бақилов болып кетті, топырағы торға болсын, төртеуі жаңа қыздардан. Солар төменде отырып қалыпты. Енді ойда ештеңе жоқ, жаңағы енді абыр-сабыр дастархан жайылып күтіп жатқаннан кейін енді қонақ болдық. Соның жаңағы ас қайырып орнынан тұрып бара жатқанда Бикен апам марқұм "Саят айналайын, тоқташы" деді. Тоқтадым. "Саят, сөз ұғатын баласың ғой қарағым. Бүгінгі қыз ертеңгі бойжеткен болашақ ана, жар. Бәріміз де анадан тудық қой қарағым. Қыздың жолы қашында үлкен, өздерің төрге озып, қыздардың төмен отырып болғаны менің жаныма батты. Бұдан былай есіңде болсын. Қыз балаға көрсеткен құрметің, ол анаға деген құрметің қарағымды. Бикен апай, мен 35 жыл өтті әлі күнге қыз баламен қатар есікке келіп қалады болсам, өте ғой қарағым деп қыз баланы өткізуге тырысам. Себебі жаңағы апамның айтқан дүниесінің өзі, біздің халық қыз балаға ерекше қарайды ғой негізі. Иә. Сондықтан бөлек. Енді ал Сәбира апам жаны мүлде бөлек ол кісі. Жолдасы Найман болған ғой. Соны саусақ былай суши Найман дейді ғой. Жаңағы енді бір жағы қайным деп не қылама, жасың үлкендігіне қарамай, гастрольде жүргенде енді сый сипат алады ғой. Иә. Жаңағы конверт ол кезде. Соны 2 күн өткеннен кейін жаңағы анау енді жеңген ғой деген сияқты мені Сәбира апама жұмсайды енді. Иә. Айтсашы, бөліспей ме деп. Енді ұжымымыз ғой, бар жоғы 11-12 адам ғана жүрген. Содан кейін барып, жаңағы қонақ үйді есігін қағып, әшейін өскен жұқа үшкелікпен жүреді. Қалай, дәрілеріңді іштің бе? Сіз деп сөйлемеймін, сен деп сөйлеймін, дәрілеріңді іштің бе деп. Іштім, дұрыс па бәрі? Дұрыс. Ал отыр деп жаңағы орындық отырады. Мойнын уқалаймын ғой. Мойным құдай-ау, мына столдың бесі сияқты қатық болған, батпайды бармақ. Апамның да жаңағы енді осы мытып жаңағы пақ шекін Найманның олайдап қойып отырады. Содан біраз уқылап алғаннан кейін қалай? Дұрыс па бәрі? Ал енді алып жатқан дүниеңнен болашағыңмен бөліспейсің бе? Деймін ғой, жаңағы сөйтсем. Не? Осы бірден алса көре қалады екенсіңдер. Көре қалады екенсіңдер. Не болды сонша деп жаңағы. Соны мен айтамын, енді жеңге деп қалжыңдаймын ғой. Ертең Сараң деген атқа қаласың. 30 сен шыққан сөз 30 рулды елге тарайды. Не алып жатқаныңды біледі ғой. Айлаңдар көріп жүр ғой. Ертең барғаннан кейін айтып, бөліспеді. Солар жақсы ма өзіңе? Деп жаңағы өтірік бұртиып кетіп бара жатсам, суши Найман, тоқта. Шақыр аналарды дейді жаңағы. Сосын келіп. Соны келіп, ана конвертті бүйтіп күнге қарайды, ана ақшаны жыртып алмайын деп шетінен ашады да, ана Лениннің басы бар 25 сом мен 10 сомды бөлек алып қояды. Сосын қалған 5 сомды санамайды оны апам. Сартылады, бүйтеді дейді, мә деп жаңағы екінші конвертті ашады да, деп жаңағы сартылады, бөліп береді. Кең болады ол, сұмдық. Жаны бөлек адам ғой осы. Мысалы, осы Сәбира апам туралы, Майқанова туралы көптеген естеліктерді білеміз аға. Сол кісінің, мысалы, Құдайберген аға Сұлтанбаев, ол кісінің образын тұтасымен сахнаға көрермендердің алдына шығарған кезде риза болмайтын ағайын жоқ. Ол өзіміздің әріптестердің арасында да ду-ду әңгіме болып жатады. Енді бір қызық дүние, жаңағы Қара шаңырақ деп қалдық па аға? Иә. Өзіңізде сол 100 сериялы Қара шаңырақ фильмінде басты рөлді ойнадыңыз. Сол кездегі, мысалы, енді Қара шаңырақ отанымыз Қазақстан болса, әкем театрда өнердің қара шаңырағы деп есептейміз. Осы Қара шаңырақты кешегі мен бүгінгінің былай салыстырып кеп қараған кезде ненің озғанын, ненің тозғанын байқаймыз. Енді Сәбира апам 80-ге тақығанша ана жиранада толғанайды ойнады. Иә. Жағын
апам сахнада келе жатқанда круг былай айналады, кольцо былай айналады. Иә. Шықпаған жан кеудеден бүйтіп тұрамыз осы. Құлап қалмаса екен деп жаңағы апамды. Былай қарасаң, ар жағына үңіліп қарасаң, адами құндылық. Өзінің әріптесіңе үлкенге деген құрмет. Бөлек. Ал енді Ыдырысаға 89 жыл мысалы енді ол кісі жаңағы жасы қойғанның өзінде де қобыланды ойнап кетті. Иә. Ыдырысаға 58 жасында қайтыс болды ғой. Ол кісінің қайтыс болған сол 89 жылы гастрольде жүріп, Ақтөбенің Қарабұтағында естідік. 89 жылы жаңағы біз періште емеспіз деген әзекең спектакль қойып, мынау 37 жылғы қазақтың қаймақтарын атты ғой, жерден жасып. Сол туралы Қалтай Мұхамеджановтың жазғаны, марқұм. Сонда Ыдырысаға жаңағы шығып, шылым шегіп тұрады, ойланып. Жанында келіп, сен де шылым шегіп тұрасың, бірақ сол заматта ағаның ойын бөліп, басқадай бір көлденең сұрақ қоюға дәтіміз бармайды. Біздің жаңағында тәрбиеден бе бала кездегі алған үлкеннің ойын бөліп, бір бөтен әңгіме айту деген сияқты дүние ондай тіршілік жоқ. Ал енді бүгін таңдалып қара. Мысалы, кеше келген бала. Сен ойланып өзіңмен өзің тұратын болсаң, арсалаңдап келіп, темекі берші дейді. Біз темекі сұраған емес. Ойын бөліп, аға, мынау деп бір ауыз сөз айту ондай дүние жоқ. Мысалы, оның бәрі неден? Оның бәрі ойлайым тәрбиеден. Өскен орта, көрген тәрбиеден де. Ал енді жаңа айтып қалдың, о кездегі мен бұл кездегі деп. Бүгінде әгі қарнымның ашқанын емес, қадірімнің қашқанына дейді ғой қазақ. Иә. Мынау жауапкершілік жағы кемшін. Кемсіп жатады, соған қарным ашады. Сосын жастар кітап оқымайды. Кітап деген рухани азық қой. Рухани азық деген ол жан азық емес пе? Жан азық емес пе? Содан кейін өнер адамының, мысалы енді бәрі ме, бәрі емес пе білмеймін. Мен өзім оқығаннан кейін өз басым туралы айтамын ғой. Мен мысалы кітап оқитын болсам, сол оқиғаның ішінде бірге жүрем. Қайғылы болса жылаймын, күлкілі болса тарқылдап үйде күлетін ауруым бар мысалы. Сондай. Қазір жастар кітап оқымайды. Кітап оқымайды. Қазақ әлемі рухани танымдық сұр-сұхбат алаңының негізгі демеушісі Асар компаниясы. Біздің қазіргі күнде Асар компаниясы кәдімгі мамандардың сұрыптауын өткізген мына дүниелер, алдарыңызда тұрған осы өнімдер сізбен біздің денсаулығымыздың кепілі болып саналады. Өйткені қазіргі жылдам өтіп жатқан уақыттың шеңберіне алып қарайтын болсақ, мына ботқалар, не болмаса шаштың түспеуіне арналған шампундар, күнделікті тұрмыс тіршілігімізде қолданатын шай өнімдеріне қатысты дәрумендер, бұлардың барлығы сізбен біздің денсаулығымызды жақсартуға қатысты арналған арнайы өнімдер. Тек сіздер пайдаланыңыздар, тұтыныңыздар және өз денсаулықтарыңыздың кепілі боларлық кемел дүниеге қол жеткізіңіздер дегіміз келеді. Жалпы осыға кітап оқымау дегенге қатысты, енді бұл бүгінгі мемлекеттік халықаралық қалыптасып қалған бір ауру болды ғой. Осы үрдістен құтылу үшін оның жолдарында іздеп жатқан әр саланың тетігін ұстап отырған мамандар бар. Енді бағана біз рулық мәселені тілге тиек етіп отырмыз аға. Қазір қазақтың өн бойынан табылып жатқан осы дертпен, осы рухани өзегіміздің нәрін, кепілін бір-біріне байланыстырмайтын осы рушылдық қаншалықты қазаққа пайдалы, қаншалықты қазаққа зиян? Бұл қазақтың маңдайына келсатпен де шоқпармен ұрғандай да зиян. Қазақ ат төбеліндей аз ғана халықпыз бүгінгі таңда. Бір ғана мысал айтайын өзіңе. Халила Омаров деген документалист ағаң бар,
режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қалел ағаң Мәскеуден, Ленинградтан жаңағы мұрағаттарды қопарып отырып, 13 парақ жазып алып келіпті. Спектакльден кейін отырсам, телефон шалып, аға, оқып беріңіз, сіз оқымасаңыз болмайды аға деп. Қалел ағаң спектакльден шаршап, аға деп. Сосын бізде жоқ деген бәле жоқ қой бізде. Жақсылық әлі күнге жоқ. Деген дүние жоқ, жарайды біздікі. Енді тәрбие солай ма білмеймін. Соны бардым. Барып жаңа оқыдым. 13-ші жылы жаңа енді әкелген деректердің ішінде 13-ші жылы азғына уақыттың ішінде санап жүрген. Сонда тізімге ілінген қазақтың саны 6 миллионнан астам. Тізімге ілінгені. Ілінбей жаңағы анда мұнда кетіп қалғаны қаншама деген сұрақ туындайды. Ал енді 41-ші жылы соғыс басталғанда 1,5 миллионға жетпейді қазақтың саны. Ал енді осыдан кейін ойланып көр. Сосын енді бұл саясат деп соған аудара саламыз ғой. Саясат. Оған заман кінәлі ғой деп. Бірақ заманды жасап отырған адам ғой. Мысалы, тәуелсіз мемлекет болғанымызға 32 жыл. Міне, Құда қаласа 33 жыл болады, иә? Әлі күнге тіліміз жоқ. Кеуден соқып мақтанатындай неміз бар? Мен білмеймін жағын. Автобусқа мінсең, аялдаманы қазақша, содан кейін орысша айтады. Мен айтам, басыңа не күн туды? Қазақша айт, керек адам біліп алады. Деген сияқты. Енді Москвада жаңағы орысша, ағылшынша, немісше, французша айтпайды ғой. Орыс тілінде ғана айтады, болды. Енді сол сияқты болмай ма? Мемлекет болғаннан кейін дегенде. Сол сияқты жаңағы бүгінгі таңдағы дүниеге мына кітап оқымайтұғын, содан кейін бәрін адами құндылықтың жоғалып, жаңағы ақша деген әзәзілдің алдыға шыққандығы, бәрін ақшаға сату. Бүгінгі таңда дипломда сатылады, шофырдың жүргізуші куәлігі де сатылады. Бүкіл құжат ақша бересің, сатып аласың, осы дүние қинайды. Жек ұрттай жеп, мысалы, адамның санасында, бүкіл жан дүниесінде улаған дүние, бір жағы осы. Мұна Иран Ғайып-ағаңның 87-ші жылы 1900 еңбек ері, КСРО-ның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, бүгінгі таңда Қара шаңырақтың көркемдік жаңа кеңесінің жетекшісі Асанәлі ағам Иран Ғайыптың «Мен ішпеген у бар ма» деген спектаклін қойды. Бірінші шымылдық Қарашаның 8-і күні, екінші 15-і күні ойнадық Қарашаның. Сонда Құнанбайдың монологы бар. Менің Құнанбайды Оразхан ағам ойнадым, марқұм Топырағым Торқы бауырым 88 жыл Мәскеуге гастрольге барғанда, театр сыншылары жаңағы еліп ескеріп тұрып айғайлап айтқан. Еңбегін. Сонда Құнанбайдың монологы бар. Алашымыздың орнына Алла тағала берген аса таяқпен артымызға тыным алдырмай түртінектей беретін өзіміз. Тірлігімізді көшкен бұлтқа беріп, бірлігімізді басым ұлтқа беріп, басты сыйламай ұяттымызды бұтқа беріп, жанды қинамай тұяқтымызды жұтқа беріп, өсек теріп, сөз аңдып, ертелгіш етекпен ерсі қисайған ауыз бағып, әуемен байланып, мақтамен бауыздалып, адам илықтан шығып, хайуан илыққа айналып, өліміз ақыреттігімізді, тіріміз киер киіміміз жаттан алып, сарттың егіні шықпаса, жеміс өнбесе, аштан қатып, қаққан алып, кемел толғанып келешегімізбен тілдеспей, келел елдің құлы, күңі құрылда күн көшпей, асылда жасықтан жасқантып, пысыққа дүйім елді басқартып, өсек деп жаңағы айтылып кетті ғой. Осы жазған Иранбектің 40 жыл бұрын жазған дүниесі дәл бүгінгі таңда сорға ойнағанды жақын тұтып, бағасқанды жеп көріп, кірпідей жиырылып, жылқы көттеніп, ел болып не өмір екенбіз дейді.
қарасаң, осыдан 40 жыл бұрын айтқан дүниесі шындық. О кезде жаңағы бірлігімізді басым ұлтқа берді деп, неге десең, билік жоғарыда болды. Иә. Орталық комитет дейді, Мәскеу не айтады, соны орындадық. Жаңағы асылды жасықтан жасыққанды, пысыққа дүйім елді басқарды деген. Мына, оныңыз рас аға. Мына қарап екшебелеп отырсақ, қазіргі бүгінгі күннің көзімен алып жатқан кезде, қазіргі жағдайды айтып отырмын, Қазақстандағы орын алып жатқан саяси ахуал болсын, табиғи ахуал болсын, көріп отырмыз ағай. Аға, Қазақстанның түкпір-түкпірін су алып жатыр. Бұл енді тілсіз жау. Осыған қаралап отырып, қаншама үкіметтің өзінің қорынан қаржы сарқылып жатыр. Республиканың түкпір-түкпіріндегі ағайын, ел, туыс, бауыр барлығы көмегін атап отыр. Десе де өсти отырып, Алматының төңірегіндегі ағайындардың тірлігін көргенде бүгін ғана марафон болып жатыр дейді. Бұл қазақтығына мазақтық па, жоқ әлде бір ел күңіреніп отырса, күңіренгеннің үстіне, жығылғанның үстіне жұдырық жасап, осындай істейтін ел басқарып отырған, тізгінде отырған ағаларға не айтуға болады? Жақсылық, айтып отырған сөзіңнің жаны бар. Енді торғайда жұмыс істеп жүргенде, жаңағы 4 айлап гастрольдік сапарға кететінбіз, автобуста тепең-тепең. Ол кезде асфальт жоқ, совхоз, бөлімше деген сияқты дала жолымен жүріп, жаңағы ел аралап ойын көрсеттік. Мысалы, кешегі Кеңес одағын былай деп, жаңағы сөг былай деп, әрине, билік өз қолыңда болмағаннан кейін, басыңда ноқта болғаннан кейін, аузыңда ауыздық, ер көзіңде болмағаннан кейін қиын жағдай болған рас. Бірақ соның өзінде кешегі 91 жыл тәуелсіздік алғанда өз басында 42 миллион тек қана өкіметтің қойы болған. 42 миллион өкіметтің қойы. Оның сыртында пәленбай миллион сиыр, жылқы, түйе, оның сыртында доңыз, шошқа. Соның бәріне өкімет азық-түлік тауып беріп отырды ғой. Дайындап беріп отырды ғой. Пәленбай қазақ тілінде балабақшада болды. Иә. Ал енді мысалы төресіз ел төбеші жер болмайды дейді. Біздің енді халық тілге бай ғой. Даналық жетерлік. Мысалы енді сол ел аралап жүріп, жаңағы бір жотада ұзыннан ұзын сай болады. Жаңағы ұзын сай. Иә. Жаңағы ол енді біз енді мына таулы аймақта өскеннен кейін оны тау болмаса барғысқа деп айтпаймыз. Жота дейміз, төбе дейміз, жаңағы жон дейміз баяғы. Сол сияқты. Қыр дейміз. Соны 3 жерінен бөгет жасап тастаған. Кеңес үкіметінің кезінде. 3 жерден бөгет жасаған. Жаңағы еріген қардың суының бәрі сол көл болып 3 жерде жиналады. 6 ай жаз жаңағы малда, жабайы, жүген, ит-құс, қайын-отардың бәрі содан су ішеді. Иә. Арқада енді өзен тартылып қалады ғой. Қар ерген кезде тасиды, содан кейін тартылады. Судың бәрі тартылады. Бірақ енді жаңағы сондай дүниелер қолға алып жасалынған. Соның бір қараусыз қалды ғой. Содан кейін бөліп жекеменшік деген бәлеге алып алды да, ешкім қараусыз оны жаңа қалпына келтірейік деп кешегі біздің Қызылағашты су алғанда, Қарғанның несінде де бөгетті жарып су алғанда, соның бәрі неден? Соның бәрі мынау жауапкершілік деген дүниенің жоқтығынан. Сосын марқұм топырағың торқалы оғыр. Шерхан ағаң халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шерхан 99 жыл айтқан. Назарбаев па мәжілісте депутат болып. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген Нұрөке. Мынау қазынаға келген ақша қайда жұмсалып жатыр? Соның есебі болмаушы ма еді деп баяғы. Содан кейін оны тарқатып жіберді ғой мәжілісте. Сол жаңағы енді біреу сондай дүниелер жасау үшін кандидаттығын қорғады ма мысалы? Қолдан жаңағы көл жасап. Мына өкіметтің малына да, адам жаңағы өзінің малына да жаңағы. Соның бәрі қараусыз қалды ғой.
Сосын бұның бәрі неден? Жауапкершілік деген дүниенің жоқтығынан, неге деген сұраудың жоқтығынан. Мысалы енді былтыр бөлінген 7 миллиард теңге дейді, естуім. Сол мысалы ақша қайда кетті? 1 теңгеге, 100 теңгеге, 10 теңгеге дейін қайда жұмсалды? Кім не алды деген сияқты сұрақ туындап есебін алатұғын болса, бір айғақ болады. Оны алысқа барып, бір алыстан бірдеңе іздеп қажеті жоқ. Неге деген сұрақтың туындауында. Мысалы енді арқаны, анау айналайын қалың құмның ортасында жатқан құлсарыны суалған деген сұмдық емес пе? Анау Атыраудың Қызылқоға ауданында дейді, Миялы ғой, ордалығы. Жаныма өз жердің түгел шарлаған жер ғой, құм ғой. Иә. Құм ғой, шарлаған жер. Енді сол жердің бәрін Ақтөбеден жаңағы бұзық кетті, айтып кетті, бүйтіп кетті, сирағын үйтіп кетті deyip қарап отырады. Жауап беретін адам болу керек қой. Мына Шер ағам сол 2004-2003 жылдардың басында жалпы сол кездегі ел басқарып жүрген ағалардың арасындағы әңгімесі. Халық айтады дейді, араны ашылған қыран не аңды алады, не аңшының өзін алады деп. Иә. Сол осы бір жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады деп, осы қарғыс қамытын кигеннен сау емеспіз ба? Қарғыс дейтін дүние емес о. Мына ойдағы дүние көп. Баяғыда телемарафон болды, Арал деген, Аралдың су тартылып жатқанына байланысты. Соған енді ол кезде орыстың ақшасы ғой. Соны енді көп ақша жиналды. Оның жаңағы басшысы қып ақын Мұхтар Шахановты сайлады. Иә. Назарбаев. Ол кезде жаңағы коммунистік партия бірінші хатшы Назарбаев. Сонда тұрып айтқан Назарбаев, Қазақстан халқы 95-96 жылы мүлде басқаша өмір сүретұғын болады деп жаңағы. Ал енді 95-96 жылдары Қазақстанда халық дегенің әбден жаңағы дағдарысқа ұшырады. Балалардың мектепке биіп баратын киімі болған жоқ жан. Анау қазір резинка дүние бар ғой, сүйретпе. Мектепке балалар сондаймен барды, анау спорттық шалбарлар бар ғой, синтетика. Мектепке балалар сондаймен барды. Осы Алматыдан ауылға жаңағы рожки, вермишель деген сияқты, шай-пай деген сияқты енді анамыз бар, қаладан ауылға тасыдық. Ер азаматтар төтеден келген дүниеге жағы дағдарып қалған халық не істеп не қоярын білмей, балапан басына тұрдың тойсына кеткен. Кейбіреулер ішімдікке салынып өліп те кетті. Әйелдер болса аналар ғой алып қалатығын. Әйелдер болса Қытайдың алағабын арқалап жаңағы базар жағалап кетті. Пойызға да енді ол кездегі дүниені көретұғын болса. Үлкендер осы Алматының көшелерінде 2000 жылдардың басында үлкен қария кісілер, аналар жамбасының астында бір жәшік газ төсеп, алдында бір жәшік бетіне газ шайып, жаңағы темекіні бір-бір талдан сатып отыратығын, сосын домалақ қырғыздың құрты дейтұғын, известкадан жасалатығын, сондайды сатып, сосын сағыз, сондай бірдеңе сатып көшенің бойында отыратығын. Мысалы, енді көзге көз көрген дүние. Бәрі неден? Бәрі жауапкершілік деген дүниенің жоқтығынан. Қазақ айтады, мешкей деген жаманат, жаңағы жақсы деген шапағат. Біз 25 жыл бойы мешкейлерді тәрбиеледік. Бүгінгі таңда, енді телефонға да неше түрлі бәле келеді. Бүгінгі таңда бірдеңе жасау үшін ақша бермесең істелінбейді. Қайткенде де ақша сұрап отырады. Мысалы, өткенде жаңағыны біреу жазып жіберді, Шымкенттен мұғалім болып тұру үшін пәленбай ақша беруің керек. Айтпесе деп, ағатай, дипломы бар, оқып барған адамды алға сүйреп, ертеңгі ұрпаққа жаңағы әліпті таяқ деп үйретсін деудің орнына ақша менің санама қонбайды. Мысалы, сосын бүгін таңда бағана айттым бір сөзінде бәрі сатылады деп. Менің қолымда билік жоқ. Билік болса мен мынау ақша төлеп оқитын оқу деген бір емес пе? Мен бәрін бір қойған дүниемен жоқ қылар едім. Оқитын адам оқиды. Биыл түсе алмадым оқуға, дайындалады, келесі жыл түседі.
келесі жыл түсе алмады ма, дайындалады, одан ары жылы барып түседі. Оқимын деген адам оқиды. Ал оқымайтын адамды сен 10 миллиондап ақша төлей бер, ол оқымайды. Оқымайды, диплом қалтада, сосын біреудің жаңағы итермелеуімен, көтермелеуінен ана жерге барып отырады, биліктің басына. Ана орынбасар басқалары отырып, ол үшін жұмыс істейді. Мәселе сонда. Әлгі бармақ басты, көз қысты деген сияқты дүние. Бәрі білімге байланысты ғой. Ғылымға байланысты ғой. Күні кеше мен мысалы енді ұяттан жарылып өлердей болдым. Елдің президентінің қарағандығы алып кеп, әлгі пластиктен шығарған әлгі шлапшын карита дейміз ғой, береген. Соны көрсету деген өлім емес пе? Елдер ұшақ шығарып, әлгі космосқа ай ұшамыз деп жаңағы ынталанып жатқанда, біздің жағында шығарып, мынау біздің, ағатай, анау жетістікке жата ма? Сұрақ туындайды ғой, намыс қайда, ұят қайда? Неге? Анау білгенді мен неге білмеймін? Анау істегенді мен неге істемеймін деген тұрақ туында керек адамда. Сондықтан біздің мына жаңа Шерағаңды өзің айттың. Шерағаң шығармалар жинағының 7-ші томы ғой деймін, 7-ші кітабы. Камал Смайылов екеуінің егеменді Қазақстанға хат алысып хат жазып тұрған шығарма. Сонда Камал ағаның айтатыны бар, топырағың торқа бауыр. Шерхан оптимист қой осы. Қазақстанның байлығы әр жан басына шаққанда енді орташа есеппен $600,000 келеді екен деп жаңағы. Ана кітабын оқысаң сонда бар. Сонда Шерағаң айтатыны бар, ой, Камал-ау, сен де бір жаңағы ертеңгі күнге үміт артып сене береді екенсің. Өткенде ауылға барып қайттым. Трактор қаңтарылып бос тұр, жыртайын десе сәл әркісі жоқ. Жер жатыр, қаңсып. Не істерін білмей, мәңгіріп отырған не істерін білмей, екі қолын жаңағы қайда шығарарын білмей отырған халық деп. Шындық па, шындық. Мәселе, мен жаным ауыратын дүние не? Біреуден беріш деп сұрамайсың ғой, бәрі өзіңде ғой. Бәрі өзіңде ғой. Соны біздің данағалық айтады ғой, мысалы енді. Айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін. Жат жанынан түңілсін, бәріңіз бір анадан туғандай болыңыз деп. Бағана ұру туралы айттың. Мен айттым, бұл өте жаман дүние. Жаман дүние. Ойласаң, қазақтың намысын ойла. Қазақ деген халықтың намысын ойла. Қарабасыңның емес, болмаса, жаңағы өзінің аталас. Жаңағы. Өрімді тағында емес, елдің егі жақсысы. Елдің шарапаты үшін қызмет істе дегіңіз. Әрине. Мына аға енді бел ортасы жастан асып, ел ағасы болар, жасқа келе жатсыздар. Елдің алдыңғы аға толқын ағаларымыз жебе түзіп осындай аузынан жылы лебіз естіп, ащы тұшымды ойларын ой қалған кезде өзімізде кішкене сергей бастаймыз. Десе де осы жасқа дейін сіздің етене жақын жолдасыңыз болды, досыңыз болды, Оразхан аға Кенебаев марқұм жатқан жері жарық болсын. Жалпы достық дегенге сіздің күмәніңіз қаншалықты, күдігіңіз қаншалықты? Мынау достық арақатынас деген адамның бір-біріне деген риясыз көңіліменен пейілі. Ешқандай жаңа басына пайда іздеп, болмаса басқадай дүние деген сияқты емес. Кіршіксіз адами құндылық. Біз Оразханмен осындай қарым-қатынаста болдық. Өзің айтып отырған, ол алда-жалда басына іс соғса, сен тастап кететін адам емес. Алда-жалда соғыс болып, өзі де жаралды, сен де жаралды болып, сен жүруге жарамай қалсаң, оның кішкене шамасы болатығын болса, сені тастамайды. Өзі өліп кеткенше сені сүйреп апарып жететін жеріне жеткізеді. Ол сондай азамат болады. Тура айтқан туғанға жақпайды дейді қазақ. Турашылдығы да бар еді. Турашылдығы да бар еді. Оразханның енді шынын айтсам, қайғыдан жанын жек қойған екінші адам мен көрген. Бірінші, КСР-ның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Фарида апай Шарипова. 74 жасында кетті апамды. Екінші Оразхан.
Оразхан ағаның зайыбы осыдан 2-5 ай бұрын бақилық болған. Ковид деген бәле болды ғой. Сонда содан кейін ақ жаңағы Оразхан денсаулық сыр бере бастады. Оның үстіне жаңағы 40 жаста қаңтардың 15-інде қыздан айырылғаннан кейін тіпті жаңағы күрт төмендеп жаңағы инсульт алып қайғы жеп қойды. Қайғы жеп қойды. Досы ғой бірге жүрген көңілін аулап кішкене жаңағы енді ол қарта ойнамайды, тым құрса бильярд ойнасын. Жаңағы мектепті бірге бітірген достарым бар, солармен таныстырып баяғы бірге не алайын, ондайға жоқ қой. Жоқ қой, жаңағы оқиды білім. Енді Оразханның академияның жаңағы 4 тіреу болса, 1 тіреуден айырылды. Несің оның оқыған жастар дегенің жаңағы нағыз сен түрмен атайын азаматтар. Оны көзің көріп жүр. Рас. Мына дүние дөңгеленген сайын аға, уақыттың қазір өсуде, уақыттың жылдамдығы да құйрықты жұлдыздың аққан секілді дүние. Бірақ осы уақыт аралығында енді сіздің болашақтан күтетін үмітіңізді, күдігіңіз көп па, үмітіңіз көп па, жалпы өзіңіз өсіріп отырған ұл қыздарыңыздан, немере шөберелеріңізден не күтесіз? Үмітсіз шайтан дейді ғой жақсылық. Ертеңгі күнге үмітпен қарайсың. Бірақ жасалып жатқан тірлікке қарағанда қарның ашады, көңілің құлазиды. Бізде сатылмаған дүние қалған жоқ. Бүгінгі таңда қарасаң. Япырау неге? Неге қазақ біреуге жасату керек? Неге өзі жасамайды? Деген сұрақ туындайды да, мен де өз басымда. Адам істегенде адам істейді ғой. Қашанғы осылай жағы күнге шебереміз, жағы ана Иранғайыптың Құнанбайдың аузына салып берген сөзі бар ғой. Кемел толғанып, келешегімізбен тілдеспей, келелелдің қолы күн қоңырда күн кешпей деген. Неге келісіп пішкен тон келте болмайды дейді. Біздің халық дана ғой. Неге ақылдасып отырып, кеңесіп, мынаны былай деп жолға қоймасқа? Неге жемқорлық деген дүниені тыймасқа? Мысалы, бағы адамның өмірін қию деген сияқты дүниеге оның бәріне кесіп жасап, мынау 2 миллиардқа жуық халқы бар көрші Қытайымыз. Жемқорларды ат тастайды ғой. Оның өзінде де шығады жаңағы. Ішінен арагідік мысалы да, бірде-екілі. Ал енді біздің бүкіл халық Қытайдың бір қаласына жетпейміз ғой. Бізге жер қойнауындағы жаңағы Камал менен Шерағаңның екеуінің бір-біріне хат жазатын несінде, сұрақ жауап ретінде мысалы, бір-біріне деген көңілдері өзінің ойларында осында да қысқаша айтылады мысалы. Енді соның бәрі ұстағанның қол тістегеннің аузында кетіп жатқан дүние. Неге мемлекеттік емес? Неге қазақтың ұрпағы баланы бесіктен, әйелді есіктен дейді қазақ. Баланы жастан, әйелді бастан дейді. Біздің халықтың даналығы жетеді. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Олай болатұғын болса, неге шетелде білім алатұғын екі жеп биге шығым деп емес? Шетелдік мемлекетте оқыған медицина саласында болсын, басқа мына инженерлік технология саласында оқыған жастар болатұғын болса, әңгіме бөлек. Көпшілік қалып жатыр ғой. Сол шетелде. Қалып жатыр ғой. Барып оқиды, сөзде қалып жатыр. Келіп бізде неге жаңағы заводтар, фабрикалар неге ашпасқа? Қолда барды жоқ қылдық қой. Мысалы 7000-ға жуық қазақ орыстың қыз-келіншектері жұмыс істейтін осы Алматыдағы мақтамата комбинаты. Жоқ қылдық. Бүкіл станок жоқ, жаңағы армада дейме, түріктерге сатып жіберіп. Кіріп жоғары қарасаң, айқыш-ұйқыш жаңағы тартылған проводтар, электричество. Астың бәрін жайқап қойған, неше түрлі дүние сатылатұғын.
бәрі енді былай қарасаң енді Қытайдың табар әкеліп түгел. Біз кімді жарылқап жатырмыз? Қалтамыздағы тапқан тиын тебенімізді кімнің қолына беріп жатырмыз? Мәселе осыған туындайды ғой. Көлік шығарамыз дейді. Ағатай, көлік өзімізден шықпайды ғой. Алып келіп, жаңағы құрастырып, осында әкеп жинап, содан кейін халыққа ұсынасың. Ағатай, соның бір өзіңнен неге шықпай? Станокпен жоғырып. Неге қазақтың жастары кезінде мына кереку Павлодардан Қызылшаның арасында жүретін сары трактор шығады, онда КДП деуші ме еді, құдайым. Иә. Шанжары қысқа, табанда гусеницасы. Соларда жоқ мысалы. Енді АЗТМ, завод Киров дейді, завод Поршин деген сияқты дүниелер. Анау жетісу тігін фабрикасы аяқ киім тігеді. Содан алған аяқ киімді 3-4 жыл киеді мысалы. Бәрін жоқ қылдық. Банкрот, анау, мынау, бәрі. Былай қарап отырсаң, ал енді қайтадан қалпына келтіру үшін қаншама уақыт керек. Бір ғана мысал айтайын. 96 жылы күзде қазіргі Тараз гастрольдік сапармен бардық. Сонда мына Доңғановканың мына жағында Винсовхоз дейтін совхоз бар. Соған барып жаңағы ауыл азаматтары бар, енді ол кезде әкім ғой, коммунист партия жоқ. Отырып жаңағы сөзден сөз шығып, жүзімдік туралы әңгіме болды. Жаңағы 85 жылы Горбачевтың қойған сухой закон деген бұйрығыменен араққа ішуге қарсы шығарған заңыменен ана жүзімдіктің 75%-ын қопарып тастаған. Жоқ қылып жібергендер жаңағы жүзімдіктің. Вино шығаратын совхоз ғой. Иә. Соны енді сұрап отырып, Тұңғышбай сұрады, енді ананы қайтадан қалпына келтіру үшін қанша уақыт керек деп. Кемі 25 жыл керек деді. Көрдің бе? Істеген дүниемізді. Шашал десе бас алатығын. Мына санаға салып, таразыға салып, ойланбай. Бұйрық келді, болды. Қыр. Осымен кеткен дүние. Айтаққа еретін дүниеміз көп қой. Еліктейтін дүниеміз көп. Жоқ. Қазақ деген халықтың өзінің әдет ғұрып салт дәстүрі бар. Өзінің өзіндік ұлттық тәрбиесі бар. Қазақ баланы 3 сөзбен тәрбиелейді ғой. Жаман болады, обал болады, ұят болады деген. Құнанбайдан қалған сөз бар дейді ғой, мысалы енді. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді. Біздің халқыңдан алған қазір қарасаң, дін дейміз, анау дейміз, мынау дейміз. Шындығында мынау енді жұма күндері мешітке баратын жастар көлікпен баратығын. Япырай көлікті жордың ортасына тастап, мешітке барады жанында. Анау көлік жүретін неге кедергі жасадым ол. Осы машинаны осылай қойып кеткенім күнәу менің деген сияқты мына каперіне кіріп шықпайды, бірақ мешітке барады. Мысалда, оны не күтуге болады? Не күтуге болады? Мысалда, біздің қазақ босауға табалдырыққа жоғарылып келген жыланның басына ақ құйып шығарып салады ғой. Ананың басын күрекпен болмаса кетпенмен шауып өлтіріп тастамайды. Басына ақ құйып шығарып салады. Біздің халықтың жалпы қоршаған ортаға тіпті жан-жануарлығы, адами құндылықтарға деген өзінің адами жаңағы арақатынасы ерекше ғой. Ерекше ғой. Біз жау шақырмаймыз ғой. Қаншама халық, мысалы енді соғыс кезіндегі Болат ағаң түскен кино «Жерұйық». Анау қиыр шығыстан алып келген кореецтер. Анау Волганың Еділдің бойынан көшірілген немістер. Мынау жаңағы Кавказдың ұлттары, шешендер, дағыстандар, жаңағы ингуштар. Жер алып келген бәріне қазақ құшағын жайып қарсы алып, бала шағасының аузынан жырып соларға беріп жаңағы. Осылай істеді ғой. Неге десең, біздің халықтың жалпы ұлттық дүние таным нанымында мына мұсылмандық Мұхаммед пайғамбардың 1001 хадис мынандай ғана кітабы бар ғой қалыңда. Содан ара кеткен ештеңе жоқ. Бірақ алып келіп ана дүниені бізге телей беруіне мен өз басым қарсымын. Қазір ассаламу алейкум рахметуллахи баракату деп бірдеңе деп амандасады. Ағатай, ол не көрді? Ол не деген сөз? Оқпаймын мысалы. Мына қазақ айтады, көл толқыса сел болады, сел толқыса, көп түкірсе көл болады, көл толқыса сел болады деп.
Дұрыс ағалық пайыммен, парасатпен өзіңіздің бүгінгі елімізде болып жатқан ахуалға қатысты жақсы ойларыңызды ортаға салдыңыз аға. Енді бұны есті құлақ естіп, біздің көрермендеріміз өзіне қажетті дүниенің ойыны талғажау етер деп білеміз. Келіп сұхбат беріп, салиқалы ойыңызбен бөліскеніңіз үшін мың алғыс, шығармашылық табыс, өрлеу, жетістіктеріңізде, елге береріңізде бұдан ары қарай ұшан теңіз молая берсін. Тек бақытты, баянды ғұмыр кешіңіз аға. Қадірлі көрермен, бүгін Қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кейіпкері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер Саят Мереке ұлы болды. Ендеше келесі санда жолыққанша аман сау тұрыңыздар.